Бүгінгі пәніміз азық-ауқат өнімдері технология тикарлары, дән өнімдері ұлыма технологиясы һәм ұн істеп шығару технологиясы. Бүгінгі сабақтың теманың ережесі дән егілерінің классификациясы, бидай һәм дәннің түзілісі, химиялық құрамы, ұн хақында тикарлы мағлұматлар һәм химиялық құрамы. Дән егілерінің классификациясы. Дән егілері бидай, қара бидай, сұлы, тары, салы, мәкке, жүгері, тикарға дән егілері есептелінеді. Дән азық-ауқат өнімдерін істеп шығару үшін әһмиетлі шикі зат есептелінеді. Дәннің құрамында инсан организмі үшін жүдә қымбатлы болған органикалық затлар бар. Атап айтқанда, онда көп миқдарда құрғақ затлар һәм пісіп жетілген дән массасының 85%-ін құрайды. Дәннің тикарын белок һәм углевод құрайды. Дәнлі егілер дәннің құрамында 10-15%, ал собықлы егілердің дәнінде болса 28-30% жоғары сапалы белоклар бар. Белок һәм углеводлардан басқа дән һәм оннан алынған өнімдер витаминдер һәм минерал затлардың әһмиетлі дерегі есептелінеді. Ғалли егілері ботаникалық, биологиялық белгілеріне қарата, ғалли дән егілері һәм собықлы дән егілері туысына бөлінеді. Химиялық құрамына қарата, дәнлерді 3 топарға қабыл етілген. Бұларға крахмалға бай ғалли егілер һәм гречка, белокқа бай собықлы егілер тұқымлары, бұларға көбінше лобия, мәш һәм басқа да өнімдер кіреді. Майға бай өнімдеріне майлы егілердің тұқымы, бұларға гүнже, шемішкі, соя һәм басқа да өнімдерді кіргізсек болады. Ғалли егілері бидай, қара бидай, сұлы, тары, салы, мәкке, жүгері, тикарғы дән егілері есептелінеді. Бидай, қара бидай, мәкке, ашық тұқымлы егілер болып, олардың дәнлері тек мүйе қабығы менен ғана оралған болады. Ал арпа, сұлы, тары, салы болса қабықлы егілер болып, дәнлері мүйе қабығынан тысқары және гүл қабығы менен оралған. Егу уақытына қарай бидай, қара бидай, арпа бәһәрге көзгі түрлеріне бөлінеді. Бидай қатты һәм жұмсақ түрлерге бөлінеді. Қатты бидайдан көбінше макарон өнімдері істеп шығарылады. Жұмсақ бидай түрлерінен болса, нан жау үшін нанлық бидай өнімдері ұн таярлау үшін қолданылады. Бидайдың түзілісі. Бидай ең әһмиетлі азық-ауқат өнімі есептелінеді. Бидай дәні қабықтан, аллерон қатламынан, ұн тәрізді эндоспермі ұрықтан, бидай дәнінің сыртқы жағынан мүйе һәм тұқым қабығы менен қапланған. Бұл бірінші суретте көрсетілген. Мүйе қабығы бірнеше клеткалардан, қабаттан ібәрат. Олар бидай дәнінің миқдарына ұлымы 4-6%-ін құрайды. Мүйе қабығының астында тұқым қабығы жайласқан болып, ол аморф есептелінеді. Дән массасы 2-2,5% тикарға бөлеген минерал затлар инсан организмге кең сіңірілетұғын селлюлоза һәм гемицеллюлоза сияқты затлар құрайды. Ұн дігірмаларда дәнді тарту нәтижесінде алынады. Заманауи дігірмалар жоғары дәрежеде механизацияланған һәм автоматластырылған. Дән ұнға айландырудан алдын дігірманда 15 километрге жеткен болған жолды басып өтеді. Дән тартудың ақырғы басқышы ұн пайда ету болып есептелінеді. Ұнның шығымы дәннің 100 масса белгісінен алынатын ұнның миқдары болып процентлерде көрсетіледі. Дігірмандағы өндіріс процесі 5 тикарға басқышқа бөлу мүмкін. Бірінші дәнді қабыл ету, тартуға таярлау. Тартуға таярлау дегенде бұл жерде дәнді тазалау,
әрқилы магнит араласпаларынан айыру, ұнды тарту бұл көбінше дегірмаларда алып барылады. Ұнды жайластыру һәм сақлау. Ұнды көбінше қолайлы температураларда сақлауы керек, себебі олар демде зиянкеслер менен зиянлануы мүмкін. Дәнді ұн тартуға таярлау һәм тарту текарғы технологиялық басқышлары болып есептелінеді. Дәнге гидротермикалық ісілеу берудің 3 ұсылы бар. Суық ұсыл, бұл 14-20 градусқа шекем, ол 15-16% ығалыққа дейін һәм 6-24 сағат давамында ығаланады. Екінші ыссы ұсыл, тезлестірілген ұсыл, ығаланған дән 40-50 градусқа шекем қыздырылады. Дән үстіне тойынған су буымен қысқа мүдделі ісілеу берілгенде һәм сонан кейін суық су менен жуылады. Ұн тарту бұл дәллерді майдалау, қабықтан эндоспермадан ажырату мақсатында әмелге асырылады. Ұн тартудың бір мәртелік һәм қайта тарту сияқты ұсулары бар. Нанбайлық бидай ұны Өзбекстанда нанбайлық бидай ұны 5 түрлі болып, бұл бірінші жоғары, бірінші Өзбекстан, екінші һәм жайдары сортларынан ісілеп шығарылады.